Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен доктор Шрикант, Аполло балалар ауруханасының аға кеңесшісімін. Балалар офтальмологиясы бойынша маманданамын. Бүгін біз балалардағы стробизм немесе қылилық туралы әңгімелесеміз. Стробизм бұл көздердің дұрыс бағытталмауымен сипатталатын бұзылыс. Бір көз ішке қарай ауытқуы мүмкін, оны эзотропия деп атайды. Немесе сыртқа қарай ауытқуы мүмкін, оны экзотропия дейді. Кейде бұл бұзылыс туғаннан бастап болуы мүмкін, яғни туа біткен. Ал кейде ол уақыт өте келе біртіндеп, үзіліспен дамып, бала өскен сайын айқынырақ бола түседі. Бала өскен сайын қылилықтың дамуына көптеген себептер бар. Олардың ең жиі кездесетіні баланың көзілдірік тағу қажеттілігі немесе түзетілмеген рефракциялық қателіктері. Сондықтан мұндай балаларды емдеудің ең қарапайым әрі оңай жолы, оларды ерте кезеңде тексертіп, тиісті ем тағайындау. Бұл жерде балалар офтальмологының міндеті қылилықтың нақты себебін анықтау, өйткені мұндай қылилыққа келетін себептер өте көп. Қылилықтың түріне байланысты ерте диагностика немесе зерттеулер, мысалы, МРТ немесе басқа да қосымша тексерулер тағайындалуы мүмкін. Емдеу тәсілі баланың жасына, қылилықтың дәрежесіне және баланың көзін бақылау қабілетіне байланысты анықталады. Кейде қарапайым көзілдірік қылилықты түзетуде мәселені шешуге көмектеседі. Көп жағдайда көзге арналған жаттығулар көмектеседі, ал өте сирек жағдайда соңғы шара ретінде хирургиялық түзету жасалады. Балалардағы қылилыққа жасалатын ота қылилық борышын түзетуге және косметикалық мақсатта қажет. Бірақ ең бастысы, бұл баланың екі көзбен көру қабілетін жақсартады. Екі көзбен көру дегеніміз не? Бұл үшт көру, яғни немесе стереоскопиялық көру. Ол қылилықтың ұзақтығы мен дәрежесі артқан сайын балада жоғалады. Сондықтан хирургиялық түзету қылилық борышын азайтып, баланың екі көзбен бірдей көруін жақсартады. Егер қылилық уақытында түзетілмесе, көз жалқау көзге айналуы мүмкін, яғни амблиопия дамиды. Бұл баланың көру қабілетінің жоғалуына әкеледі. Сондықтан қылилықты дер кезінде емдеп, ерте түзету қажет. Ал балалар офтальмологы мұны дұрыс уақытта орындайды. Рахмет.